Дүние жүзі бойынша негізгі салалардың бірі ретінде денсаулық сақтау саласында президент жолдауда ерекше назар аударады дейді дәрігерлер. Өзгерістер емханалардағы учаскелік дәрігерлерге тікелей қатысты болады. Мысалы, олардың жалақысын кезең-кезеңмен 20%-ға арттыру жоспарланған. Президенттің сөзінше, осы мақсатта бюджетте келесі жылы 5 миллиард теңге бөлінеді. Біздің елдегі халықтың жасы өскен сайын және жаңа технологиялар біздің медицинада пайда болған сайын медициналық көмекке сұранысы өсе береді. Ол өте дұрыс. Өйткені біздің жасымыз ұлғайған сайын онкология және қатерлі ісіктер ауыру жиі кездеседі. Сондықтан бұл қатерлі ісік дүниежүзілік проблема. Бұны емдеу өте қиын. Сондықтан осыны емдеуді бүгінгі күнге сәйкес емдік жасасақ, сол кезде халықтың өмірі әрмен қарай өсе береді. Мемлекет басшысы ұлттық ғылыми онкоорталықтың іргесін қалауды тапсырды. Президенттің айтуынша, бұл көптеген өмірлерді құтқаруға мүмкіндік береді. Солтүстік Қазақстан облысының медицина қызметкерлері де Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасын қолдайды. Бас дәрігердің орынбасары Ермек Әбдіровтің айтуынша, өңірде цифрландыру белсенді енгізіліп жатыр. Бүгінгі күнге облыстық онкологиялық диспансерге электрондық тіркелімде 9,5 мың науқас бар. 2012 жылы басталған реформадан кейін ерте табылу қатерлі ісіктің 25-30%-ға көтерілді біздің облыста. Егер де асқынып кеткен аурулары біздің облыста 11-12%-ға осы 5 жылдың ішінде азайды. Және олардың көп жыл, 5 жылдан артығы тұратыны 51-53%-ға көтерілді. Соның нәтижесі әрмен қарай келесіде өсе береді. Біздің көрсеткіштеріміз сол Европаның көрсеткішіне сәйкес келеді. Осы бүкіл бағдарлама енгеннен кейін. Сонымен қатар жас мамандар үшін ыңғайлы тұрмыстық және жұмыс жағдайлары жасалды. Елбасының жолдауында Назым Қажғалиева үлкен үміт артады. Жас маман онкологиялық диспансерге 3 ай бұрын келді. Я медсестра анестезии и реанимации. Мен анестезия және реанимация мейірбикесімін. Жұмыс орнына мен 3 ай бұрын келдім. Және жолдау бойынша біздің елбасымыз жас мамандарға үлкен көңіл бөліп, жастарға қамқорлық жасап, онкологиялық аурулар туралы ойлағаны өте көңілімді толықтырды. Және жаңа технологияларды қалай ілгерілетуге болатынды айтып кетті. Сонымен қатар президент халыққа қамқорлық жасап жатқанына мен өте риза болдым. Медицина мамандары президенттің өз жолдауына айтқан бастамалары халықтың өмір сүру деңгейі мен сапасын арттыратынына сенімді екенін айтады. Индира Ахатқызы, Бақыт Темірғалиев, Первый Северный.